Қазақ халқында айтқан болжамдар айнымай шыққан әулие адамдар өте көп. Қазақ халқын қандай ауыр сынақтар күтіп тұрғанын дәл тапқан көріпкелдер де аз емес. Бекасыл әулие туралы көп естеліктер жазылды және айтылды. Оның айтқандары дәл шығып елді таңғалдырған. Бекасыл әулие мүлде қателеспейді екен. Әсіресе оның Қазақстанға қатысты айтқаны бүгінде тура айна қатесіз орындалып жатқаны мен жұртты таңғалдырып жатыр. Бекасыл әулие 1822 жылы қазіргі Түркістан облысының Төле Би ауданында дүниеге келген. 1915 жылы туған жерінде қайтыс болған. Бекасыл әулие Шам, яғни қазіргі Сирия елінде білім алып, кейіннен туған жерінде медресе ашып, балаларды оқытып, көптеген кітаптар жазған. Бірақ зұлмат заман келе жатқан дәл сезіп, кітаптарын түйелерге артып, тауға апарып тыққан. Зигзал деп аталатын кітабында қаймана қазақты не күтіп тұрғанын жазған. Бекасыл әулие дүниеден өтер алдында елді жинап былай деген екен: зұлмат заман келе жатыр, құл-құтан көтеріліп, ылғи жалаң аяқтар ел басқарып, қанды судай шашады. Жылан тақыр боласыңдар, көмусіз адам көбейеді. Қырғын соғыс болады, жесір көбейеді. Соғыста ұтасыңдар, сөйтіп көрер көзге жарқын, бірақ іште іріп жатқан бір заман басталады. Көлік төрт дөңгелекті темір болады, аспан жол болады. Бір үй орыс, бір үй қазақ болып отырасыңдар. Олар жерлеріңді тартып алады. Көшірем деп әуре болмаңдар. 70 жылдан соң өздері көшеді. Имандылық азаяды, өнеге тозады, қасиет азады. Жастар ит ішпейтін сусынға құмар болады. Еркек үйшыл, әйел базаршыл болады. Қатын ел билейді. Қысқа етекті көйлек киіп, есек тұяқты етікпен жүреді. Қатын жіберу көбейеді, әйел еркекті сыйлаудан қалады. Тірі жетімдердің саны артады. Бірақ осының бәріне ертелі кеш Алланың бір тыйымы болады. Мінекей, көріп тұрғанымыздай, Бекасыл әулиенің айтқандары айна қатесі шығып, жұрттың жағасын ұстатты. Бекасыл әулиенің бұлай дегені Совет одағы құрылғанда, билікке кедей-кепшіктердің балалары келіп, шолақ белсенді болып, өз қазағын қынадай қырды. Расында да, қазақтарды өзге ұлттар емес, өз қазағымыз аяусыз өлтірді. Қолдарына билік деген соң, байларды ит жеккенге айдатып, оның бала-шағасын әбден азаптап, лагерлерге жіберді. Бекасыл әулие осылай деп ашаршылықты меңзеді. Расында да, ашаршылық жылдары қазақ халқының тең жартысының астамы ішектері бұратылып өлді. Оларды көметін адам табылмай, денелері жазық далада қарға құзғынға жем болып шіріп жатты. Ұзаққа созылған ашаршылықты мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов тоқтатты. Егер ол тоқтатпағанда қазақ халқы түгелдей қырылып, жер бетіне мүлдем жойылып кетер еді. Бекасыл әулие осылай деп ұлы отан соғысын айтты. Мұнда расында да біз ұттық, бірақ зор шығынға ұшырадық. Елде еркек кіндік күрт азайып, әйелдер халқосын ауыр жұмысын істеп, отбасын өзі бақты. Сосын Бекасыл әулие осылай деп те айтты: бұл коммунизмді меңзегені, яғни жұрт коммунизмге жетеміз, сол кезде жарқын өмір басталады деп тыраштанып жұмыс істеп алға ұмтылды. Бірақ шындығында іріп жатқан заманда өмір сүрді. Совет одағында дефицит зор болды. Киім, тамақ жетіспеді. Бекасыл әулие осылай деп те айтты. Яғни 1973 жылдары халық автокөлікпен жүре бастады. Сол кезде Жигули, Москвич, Волга, Нива секілді көліктер шықты. Халық сол көліктерді жылдап кезек күтіп сатып алды. Түрлі ұшақтар пайда болды. Жұрт алыс қалаға ұшақпен бара бастады. Шынымен де, Совет одағы кезінде орыс пен қазақ араласып өмір сүрді. Қаланы былай қойғанда ауылдардың өзінде орыстар өте көп болды. Орыс пен қазақ қыз алысып, қыз берісіп өмір сүрді.
Орыстар Қазақстанның табиғаты әсем жерлеріне жайғасып алды. Оларды орныққан жерлерінен көшіру мүмкін болмады. Тәуелсіздік алған соң халық жан-жаққа босып кетті. Ата-аналар отбасын асырау үшін базар жағалап кетіп, балаларға дұрыс тәрбие беруге уақыттары болмады. Осының салдарынан 90-шы жылдары жасөспірімдер, жастар көшеде тәрбиеленіп, тез бұзылып кетті. Имандылықтан жұрдай болды. Қыздар күн көру, тез ақша табу үшін жезушілікке бет бұрды. Ал ұлдар бандит болып, әркімді бір боп салады. Олар ит ішпейтін сусын арақты суша сімірді. Арақ талай адамды өлімге душар етті. 90-шы жылдарда әйелдер дорба арқалап базарға шығып отбасын асырады. Ал еркектер үйде жатып тамақ істеді. Олар түрлі жұмыстар істеп, қызметке жайғасып, ел билеп кетті. Бекасыл әулиенің заманында ажырасу деген мүлде болмаған. Бірақ Бекасыл әулие қазіргі Қазақстанда ажырасу көп болатынын дәл тауып кетті.